Hayırlı gün dostlar. Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Макаренко атындағы Түрксіб ауылындағы орта мектебінің күрделі жөндеуі тапсырыс беруші Жамбыл ауданы білім бөлімі, жобалаушы мекеме Бақыттаны, мердігер Б гаражшысы, Абуов авторлық қадағалау Бақыттаны, техникалық қадағалаушы Индустрой инженеринг бас сарапшысы Бердібеков. Күрделі жөндеу 17 мамыр күні бастады, аяқталу 30 тамыз. Соммасы 62 миллион. Жалпы келісім шарттың. Міне келдік. Ассалаумалейкум. Ат жөніңіз? Сағатов Қален. Сағатов Қален, сіздерде қандай не жұмыстар жүргізу керек? Жоқ, күрделі ремонт екенін, жөндеу екенін оқыдық. Бірақтан ішінде не істеу керек? Ішкі жұмыстар, сыртқы жұмыстар. Не кіреді оған? Кабель, пол ауыстыру керек. Кабель салу керек. Одан кейін стенаны тазалап, черновойдан кейін белый, одан стяжка не істеу керек, лепка жағу керек. Тоғын 100% ауыстыру керек. Одан кейін камераларын ауыстыру керек. Терезелер ауысады ма? Системаларын ауыстыру керек. Жоқ, терезелер жағында ауысқан. Есіктері ауысады. Крышасы? Крышасы ауыспайды. Кровля. Жоқ, ана спортзал менен менікі. Ашылып жатыр, басқалардың бәрі ескі өзінің қалпында, иә? Жүріңіз, көрсетіңіз, көрейік. Саламатсыздар ма? Сыртына негізі әшейін покраска берілген, смета бойынша, проект бойынша. Сосын осы жердегі жаңа директор кісі, сосын попросить еткеннен кейін кафельный клей жағамыз. Оның сыртынан көз жүгіріп көреміз. Көзіміздің ашамыз. Ол жұмыста, сәтті жұмыста негізі 376 миллион бөлінген, 1376 мың бөлінген. Материалына да жарыстан кетпейді. Плюс-минустар бар ғой сіздерде? Бұрын бар еді, иә, қымбатты, иә. Қымбатты. Сізде жергілікті халық жұмыс істеп отыр ма? Қанша адам жұмыс істеп отыр? Ассалаумалейкум. Жергілікті халық 10 адам. Қанша адам негізі қабылдадыңыздар жұмысқа? Негізі общий. Жұмыспен қамту орталығынан 9 адам берген ғой. Жоқ, общий негізі осы компания. Иә. 40 адамда жұмыс істеп отыр ма? Саламатсыз ба? Наука чистовой ғой. Линолеум болады, материалдың бәрі бар, пока краска беларған кейін барып салайық. Мияқтыңыз қолын салып-салыпсыздар. Қолдарында? Иә, кафелін салып-салыпсыздар. Кафелін салып, қолдарында салып-салыпсыздар. Ассалаумалейкум. Покраскаға дайындап жатыр. Ананың тесіктерін немен жабасыздар? Өзінің арнайы несі бар. Осымен аламыз, наждақпен жүреміз, бетін. Сөйтіп алифтаймыз, краска болады. Түсінікті. Дайын. Спад верно сандырға. Бұл өзі принципін алып қойғамыз. Пока нелерін салып қойғам, принципін салып қойғам. Мына жақ неге екі түсет? Екі түрлі не болған, кейінен жетпегеннен екінші алып келгеніміз екі. Краскамен уже бірдей ма? Темный свет қойғам. Мына жерге тиімдесі болады, ол информатикадан. Тиімдесі заказ береді. Я естіп кеп тұр. Склад. Склад өздеріңіз көп. Мынау ауысқан ғой? Сеттер ма? Ол электричество 100%. Бәрі жағылады. Қолдарында
90% дайын тұр. Краска десек көп. Чуу шай. Саламатсыздар ма? Емектеріңіз рәтті болсын. Ассалаумалейкум. Сіздер бірінші қыркүйекке кейін күтіресіздер ма? Беріп? Құдай қаласа, иә. Жоқ олық. Технадзор келіп тұрады ма сіздерге? Технадзор, иә. Çünkü sen бірінші қабатты көрейік. Hanım жасың нешеде? Жасың нешеде? 18 дейсің ма? Жоқ қой сенде 18. Жоқ қой сенде 18. Жоқ қой 18 сенде. Жоқ 18. Балалар ма? Ай, қарап жатқанша. Дұрыс. Өздерінің киімдері. Онда жергілікті балалар болса онда болады. Жергілікті балалар болса онда болады. Баса жақтан келген емес. Жергілікті балалар болса онда жұмыс істеу керек олар. Еңбектің не екенін біледі жақсы. Кабельді дайын. Ассалаумалейкум. Кафельден кейін жасайып кетті үстіне. Кафельден кейін үстіне ауыстырамыз. Тоже осындай болады. Бәрі чистовой, бәрі жүрісті. Ассалаумалейкум. Бұнда пакрасқа дайын шкурка істейді. Я шкуркаға не істеп тұрады? Есіктер ауысып кетті өзінің есікті. Проекті өзіміз. Стандартный есік емес. Местами ауыстыр деген, бірақ қойға жаңа ағаштар бар. Ұяқтың қойдар салып. Чистовой нужды. Левкасы. Қазір краскасы шаң шығады, не алып жұмыс жүріп жатыр. Аяқ тоқтаған жоқ, аяқ киіп жеткен жоқ. Мына жердегі лестницаларын ауыстырасыздар ма? Лестница ауыстырасыздар ма, не істейсіздер? Или соғып? Жоқ, лестницаны немен кафельмен қаптаймыз. Түсінікті. Сыртының бәрі әшін пашпен. Не, дождикпен не істейсіздер? Алдын, екі жағынан дождикпен соң. Артын ше? Артын уже покрасып береміз артын. Өйткені ол расход болып кетеді. Наның өзінде. Кенді Құдай қаласа 1 сентябрьге дейін Алла амандығын берсе жетпей бітіріп шастыр деп ойлаймын. Өйткені басымның пікірім бұл жерде 60% жұмыстың бәрі біткен.
менің есептеуім бойынша. 70%, Иә, 60% дейін өйткені. Ол деген менің өзімнің былай айтқанда біріншіден пікірім, екіншіден сыни көзқарасым. Алла қаласа, Алла нәсіп етсе, енді жақсылап тұрып, бір ай тер төксеңіздер ровно бітесіздер деп ойлаймын. Бірінші қыркүйек күніне осы ауылдың тұрғындарына мектеп жанарған мектептің ішіне оқуға бұйыртсын. Рахмет.